араласатын шығармыз, бірақ Заринаға болсын, Аягөзге болсын, айта кетейін, сендердің внимание маған да керек емес қой. Сендерге күліп қарағаным, ол сендерге екіншіден ол звонок болды ма? Тұратыр, Зарина тұратыр. Зарина тұратыр деймін. Бұны саған сөйлеспеймін, ұмытып қалып айта салайыншы қысқа. Баласақан былай да, мысалы маған бірдеңе айтады да, әзілдеп, мен көтере алмаймын ондай әзілдерді. Сөйтем да, мен бүйтіп теріс қарап отырамын, бүкіл қатысушы жігіттер біледі. Зарина 5 сағат бойы эфирде миымды жеп қойып кешірім сұрайды. Содан кейін қойшы айналайын деп, бір ұрам, бір тиісем, шымшып ұрып та аламын да, сонда да тыныштық бермейтін мысалы. Сіз ғой, сізге қара, сендерге деген сөйтіп жақсы қарым қатынасында сендер қатты бүйтіп жақын жүректеріне қабылдап қалады, мен кінәлі емеспін. Зарина, тыңдап сөйлеші, Зарина, шын айтайын. Одан кейін енді ол звонок болды, сондай әңгіме болды. Мысалы, мен айттым, неге Сержанды алмаймыз? Сержан асап жібермейді дейді, мысалы ше. Болды ма? Екеуі бар ғой. Енді жаңағы жерде мен міне көрдіңдер ма, мен егер бірдеңе болған болса, мен өтірік айтатын адам емес, мен басым кетсе де сол жерде мен я деп айтам. Бірақ Сержан ұрсады, Сержансыз деген әңгімелермен қозғаған емеспін. Қасыңда Аягөз отырды, сіз Аягөз екеуіңіз әзілдесіп сөйлесіп отырдыңыздар. Еще сіз айттыңыз, ертең күні осы нәрсе шығып кетпесін ортаға деп. Сол кезде біз айттық, Аягөз айтты. Біз жай достар ретінде сөйлесіп отырған адамдармыз. Не үшін шығады бұл нәрсе деген сияқты қылдыңыз да. Ол Ақеркенің аузынан сөз шықпайды деген сияқты қылды, болды. Ол жерде бір қазір Сержан екеуміздің ұрсып қалғанымыз сізге керек болып отырса, итак ұрсайын деп отырған сияқты Сержан маған просто да былайша айтқанда, білмеймін, сіз өтірік әңгімелерді қосып жатқан сияқты Сержан. Негізі мен қосып отқан жоқпын. Бұл әңгіме ақиқат. Жоқ, солай болды дедіңіз, Айбат, рахмет. Сержан, маңызды ма сізге? Сол әңгіменің болғаны, болмағаны? Ол жерде ондай әңгіме болмады. Мен просто Айбат не в обиду, конечно, просто сен ситуациядан шығып кетудің бір амалын іздеп отқан сияқтысың да. Жаңа да айтып отырсың ғой, атаман іздемейміз бұл жерде жазды. Мен ол нәрсені ойлаймын, сенен бұрын білген шығармын деп ойлаймын. Мен өз-өзімді никак возвышать етіп отқан жоқпын. Мен білемін бұл жердің мақсатын, және де не бұл жерде ең бағаланатын дүние екенін. Бұл жерде жұп болып, үйленіп кетіп, отбасы болып кету ең жоғары дәреже деп санаймын мысалға да. Және де енді білмеймін, атаман сен де мен сияқты болып отырсың ғой, екеуміз ұқсайды екенбіз ғой, сен де старостаға таласып жүрсің ғой мысалға, жасыңа қарамай. Мен мысалы ойлаймын да, сенің жасыңа келген кезде ана бір нетіп жатқан жоқпын, бұл негатив деп қабылдама, просто сен староста болған анандай жүзің нұрланып кеткенде кішкене бір күлкің келіп кетті да. Енді просто сен біздің жасымыз, мен ойлаймын, мен мына жерде отырған кезде ешқашан ондай бір староста бірдеңкеге деген бір әңгіме болмаған. Мен всегда айтатын, мен физрук болайыншы деп қана қалжыңдап отыратын, болды. Жас жігіттер болу керек болғанда, Айбат, не істейсің, сен ақыл айтатын жігітсің ғой, осы жерде қыздармен пікір таласпай, сендер андай емессіңдер, сендер мына емессіңдер демей, керісінше осыларға ақыл айтып, жаңа өзің айтып отырсың ғой, доча деп айтамын деп, сол